Республикалық референдумға қатысу көрсеткіші бойынша Қызылорда облысы алда тұр. Ресми мәліметке сүйенсек, өңірдегі дауыс беру құқығына ие тұрғындардың 82,23% өз таңдауын жасады. АИС-тің ел дамуындағы әсерімен референдум қорытындысы облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясы ғылыми сарапшылық тобының отырысында талқыланды. Қызылорда қаласындағы достық үйінде өткен жиынға зиялы қауым өкілдері, ғалымдар, сарапшылар, этномәдени бірлестік өкілдері, облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылым мүшелері қатысты. 3+ және 4 буынға жататын атом реакторы ең қауіпсіз деп пікір білдірді физика-математика ғылымдарының докторы профессор Бақытжан Әбдікәрімов. Біздің таңдауымыз дұрыс, өйткені бұл атом энергетикасы бұл әлемдегі ең озық елдердің пайдаланып келе жатқан энергиясы, ең дамыған елдердің қазба байлықсыз-ақ осы энергияны қолданып отқан энергиясы. Бұл негізі келешектен үміті бар жастардың энергиясы. Сондықтан бұның келешегі мол, біздің келешек ұрпағымыз үлкен жетістік деп біз танимыз.